Сәлем достар! Бүгін біз IELTS және TOEFL емтихандарының ерекшеліктері мен ұқсастықтарын талқылап, сізге қайсысын таңдау керектігін түсіндіреміз. Алыстамаңыздар. Бұл екі емтихан ағылшын тілі білімін тексеріп, сабақ ағылшынша өтетін университеттерге түсу үшін қажет. Екеуі де 4 секциядан тұрады. Олар listening, reading, writing және speaking. Және екеуі де бірдей дағдыларды тексереді. Яғни эссенің дұрыс құрылымы, мәтіннен сұраққа дұрыс жауап таба білу және ойыңызды ағылшынша жеткізу. Енді айырмашылықтарына келетін болсақ. Біріншіден TOEFL ақш университеттеріне түсу үшін қажет. Ал IELTS болса Англия, Канада, Еуропа және Австралияда қабылданады. Дегенменен, Америка құрама штаттарының кейбір университеттері IELTS-ды да қабылдай береді. Сондықтан, өзіңіз таңдаған университеттің нақты қандай емтиханды талап ететіндігін алдын ала анықтап алған жөн. Екіншіден, TOEFL-дың екі түрі бар: IBT және PBT. Компьютер арқылы internet-based және қағаз арқылы paper-based. Ал IELTS-ды тек қана қағаз арқылы тапсыра аласыз. Үшіншіден, дұрыс жазу ережелері де әртүрлі. IELTS британдық, ал TOEFL американдық болғандықтан color, center, learn сияқты сөздердің жазылуы әртүрлі. Төртінші ерекшелігі құрылымы мен тапсырмалары да әртүрлі. Мысалға, IELTS-тың writing бөлімінде бірінші кестеге сипаттама беріп, кейін қандай да бір мәліметке байланысты өз ойыңызды білдірсеңіз, TOEFL-да бірінші аудио жазба негізінде эссе жазасыз. Кейіннен қандай да бір ақпаратқа байланысты өзіңіздің келісетін немесе келіспейтіндігіңізді баяндап беруіңіз керек. Бесіншіден, IELTS-тың speaking бөлімін ағылшын тілі ана тілі болатын адам қабылдайды. Ал TOEFL-да сіз өз жауабыңызды микрофонмен компьютерге жазасыз. Алтыншы ерекшелігі бағалау әдісі. Алдыңғы видеода айтылғандай, IELTS 0-ден 9 ұпайға дейін бағаланады. Әрбір бөлім 9-ға дейін бағаланып, ең соңында орташа арифметикалық мәні шығарылады. Ал TOEFL-дың әрбір секциясы 0-ден 30 балға дейін бағаланады. Жетінші ерекшелігі. TOEFL-дың listening немесе reading бөлімінде қосымша бағаланбайтын тәжірибелік бөлімі болады. Емтихан барысында қайсысының тәжірибелік бөлім екенін білмейтін боласыз. Сондықтан барлығын дұрыс жауап беруге тиіссіз. Ал IELTS-да бұндай бөлім жоқ. Тәжірибе бөлімі сынақ орталығына тапсырмалардың қатты қиын немесе тым оңай болғандығын бағалау үшін қажет. Бұл емтихандардың қайсысы оңай немесе қиын екенін айта алмаймыз. Ең бастысы, өзіңіз таңдаған университеттің талабына қараңыз. Әрбір университеттің сайтында қажетті ақпарат пен барлық құжаттар тізімі берілген. Жалпы айтқанда, бакалавриатқа түсу үшін 6-6-5, ал TOEFL-дан 90 балдан жоғары талап етіледі. Әрине, егер сіздің бағаңыз жоғары болса, басқа үміткерлердің арасынан ерекшеленіп шығу мүмкіндігіңіз де арта түседі. Дайындалатын болсаңыз, жақсы бал алу әбден мүмкін. Ағылшын тілін жақсы меңгерген болсаңыз да, әрбір тесттің құрылымын білу керек. Тестілеуді сәтті өтіп, жоғары бал алу үшін IELTS онлайн курсына тіркеліңіз. Келесі видеода әлемдегі ең танымал университеттердің гранттары мен стипендиялар, SAT және GRE емтихандары туралы, сонымен қатар университетті қалай таңдау керектігі жөнінде ақпаратпен бөлісетін боламыз. Келесі жексенбілік видеороликті жіберіп алмас үшін біздің каналға жазылыңыздар.